Армысың көрермен, Marvel жанкүйерлері болашақ фильмдерді сеніммен күтеді. Кевин Файгидің 5-ші фазаға жоспарлап қойған Blade туралы киноны дайындауға жұмыс жасауда. Кезекті шығарылымда Marvel кино ғаламынан ең алғаш рет көрген Blade фильміне арнаймын. Кеттік. Эрик Брукс Еуропада, Ұлыбританияның орталық ауданы Сохода туылған. Блейдтің нақты туған күні 1929 жылы 24 қазанда қара бейсенбі деп аталған. Сондай-ақ комикстерде жасы 80-ге келген Блейдтің вампирлік қабілеттері оған әлде қайда жас көрінуге мүмкіндік береді. Блейдтің анасы мадам Вантидің құрбаны Тара Брукс босану кезінде ауру асқынулардан қорқып дәрігер шақырады. Дәрігердің аты Диакон Фрост. Айта кетейік, Фрост Блейдтің қас жауы. 300-де Эрик дүниеге келген кезінде анасы өмірден өтеді. Жартылай адам, жартылай вампирге айналған сәби Эриктің кездейсоқ вампир ферменттері оның қанымен өтеді. Блейдтің вампирге айналу иммунитеті өмірінің едәуір ұзару сияқты ерекше адамгершілік қабілеттердің дамуына әкелді. Бала кезінен бастап Тараның құрбалары Эрикті 9 жасқа дейін тәрбиеледі. Эрик басқа Marvel қаһармандары секілді адамнан тыс супер қабілетке, физикалық күшке ие болмаса да, олимпиадалық деңгейде спортшы бола білді. Адамгершіліктің күші, сезімталдылығы, жылдамдығы, ептілігі мен өміршеңдігі Эрикті мықты ете түсті. Эрик басқа қансорғыштар сияқты сарымсақтан, күмістен қорықпайды. Қанға шөлдеп тұрса да, синтетикалық сарысудың арқасында ғана вампирге айналмайды. Күннің ультра күлгін сәулелеріне кез келген дәрежеде қарқындылықпен төтеп бере алады. Бәріміз білетіндей, қансорғыштар, яғни вампирлер күнге шықса күйіп кетеді. Дегенмен, оның көздері күн сәулелеріне өте сезімтал. Сондықтан ол қорғайтын қара көзілдірік тағады. Блейд көптеген вампирлерге қарағанда мықты болып келеді. Ғимараттан ғимаратқа секіре алады, немесе шатырдың жоғарғы жағынан жерге секірсе аяқтың сыну іздері байқалмайды. Сондай-ақ ол көптеген вампирлерге қарағанда әлде қайда жылдам қозғалады. Эрик көптеген қару-жарақпен, жекпе-жек түрлерімен шұғылданған. Қылыш бұл вампирлердің ажалы. Эрик қылышты игерген үшін лақап атын Блейд деп қойған. Қылыш немесе пышақ деп аударылады. Блейд бұл қылышты басқа қаруларға қарағанда жиі қолданады. Қылыш титан қорытпасынан жасалған. Фильмде көргеніміздей Блейдтан басқадан қылыштың тұтқасын ұстаған кезде іске қосылатын қосымша қару бар. Егер ол 8 секунд ішінде қылышты тастамаса, онда үшкір пышақтар тұтқаның сабынан шығып, ұстаушының қолына айтарлықтай зиян келтіреді. Блейдтің басты қарсыласы және оның тағдырының кінәсі харизматикалық вампир Диакон Фрост. Жас конвертке айналған вампир. Бұл агрессивті көшбасшы өз ортасын жинай алады және қоғамдастықтың тізгінін қолына алып, элитаны құлатуды көздейді. Оған жын-перілердің рухы, мифтік вампирлер құдайы Ламагра көмектесу керек еді. Бұл оған жарыққа еркін жүруге күш береді. Бірақ рәсімді жасау үшін жарты вампирлердің қаны қажет болды. Фрост элита көшбасшысы Драгонитиді өлтіріп, қан төгушілердің билігін алып, содан кейін Ламаграны ояту рәсімін жасайды. Бәрі аяқталысымен Блейд кедергі болып Фростпен күреседі. Дәрігер Карен Джонсон ойлап тапқан антидәрінің көмегімен Фростты жарып жібереді. Джаред Намок сәтсіз генетикалық эксперименттің нәтижесінде пайда болған вампирдің бір түрі. Вампир күш пен ептілік жағынан Блейдтан кем емес. Блейдтан айырмашылығы ол күн сәулесіне шыдамайды. Намок адамдарды да, вампирлерді да жек көреді. Қауіпті вирустың тасымалдаушысы бола отырып, Эрикті зұлым рухтарды бірігіп жоюға шақырады. Бірақ жалғыз батыр кейіпкермен серіктес болғысы келмейді. Граф Дракула Блейдтің басты жауы. Жартылай тұқымды және күшті вампир арасындағы жанжал ондаған жылдарға созылды. Эрик күшті зұлымдықты жеңу үшін вампир аңшылары Ван Хельсинг пен Куинси Харкердің ұрпақтарымен одақ құрған. Кейіннен айрықша адамдардан жеңіліс тапқан Дракула қайта тіріледі. Мұндай әрекет Блейдтің мутанттар қауымдастығымен достығын үзді. Блейд 1999 жылы Marvel'дың ең алғаш рет сәтті шыққан фильмі деп айтсам қателеспеймін. Супер қаһармандар туралы фильмге жұмыс жасаған режиссер Стивен Норрингтон алғашқы туындыда Морбиустың рөлін сомдап камеоға қосылды. Басты рөлде Уэйсли Снайпс, Крис Кристоферс, Сенна Латтон, Стивен Дроф, Дональд Лок өз кейіпкерлерін ойдағыдай ойнады.
1999 жылы ең жақсы қорқынышты фильм үшін Сатурн сыйлығын және MTV фильмінің ең жақсы зұлымдық рөлі үшін Стивен Дроф үздік дуэль номинациясында MTV кино сыйлығына Уэсли Снайпс ұсынылды. Алғашқы фильмнің сюжеті: вампирлер қазіргі әлемде жақсы өмір сүреді. Олардың ақшалары, үйлері, көліктері, қанды су бұрқақтары бар сауық кештер өткізеді. Қоғам арасында қанпезерлерді ешкім жазаламайды. Басты кейіпкер қансорғыштарды жазасыз қалдырмайтын жалғыз адам Блейд. Осы ісімен қансорғыштардың арасында лезде танымал болды. Блейдтің бұл әрекеті басқа адамдарға қорқыныш ұялатады. Басты қарсылас Диакон Фрост Ламаграның рухын бағындырып, күннің көзіне еркін жүруге мүмкіндік ашады. Ламаграның күшін басқару рәсімін өткізу кезінде Блейдпен шайқасып ойсыра жеңіледі. Блейдтің екінші бөлімін мексикандық танымал режиссер Гильермо Дель Тороның бақылауында болды. Гильермоның режиссерлік фильмінде Хеллбой, Лабиринт Фавна, Тынық мұхит шебі және продюсерлік орында Еті киген мысық, Кунг-фу панда 2 мен 3, Арман орындаушылар, Хоббит, Смауктың шөлейт жері, 5-ші ұрыс әскери фильмдер мен анимацияларға сценарий жазды. Уэсли мен Крис, Леонер Варелла, Норман Ридус, Рон Перлман, Люк Госс, Донни Йен, Мэтт Шульц секілді актерлар Блейдтің екінші фильміне түсті. Фильмде вампирлер Блейдке өздеріне ғана емес, барлық адамдарға қауіп төндіретін вирусты жеңуге көмектесу туралы өтінішпен келеді. Күміс қаруды мүлдем сезбейтін, басқа да вампирлерді жоятын вампирдің жаңа түрі пайда болады. Оларды тоқтата алатын жалғыз нәрсе күн сәулесі мен жарық. Вампир әлемі қан төгушілердің жаңа нәсілінің пайда болуынан қорқады. Дәл осыған байланысты аты аңызға айналған Блейд және оның ұстазы Уэслер өздерінің қан дұшпандарымен бірге жауынгерлердің элиталық жасақтарын біріктіруге мәжбүр болады. Қатыгез вампирлердің жаңа бәсекелесі Намукты мүлдем жою керек. Блейд 3 бірлік 2004 жылы режиссер Дэвид Гойердің Блейд трилогиясындағы соңғы фильмі. Бұл атау зұлымдықпен күресте біріккен нағыз үштік Блейд, Ганнибал Кинг және Эбигейл Уэслердің қанды Дракуладан адамдарды азат еткен еліктері қалады. Кейіпкерлерді Уэсли Снайпс, Джессика Билл және Райан Рейнольдс сомдады. Сюжет: вампирлер Блейдті адам өлтіруге итермелейді. Вампирлердің қоғамда басымдылығы артқаны соншалық, олар полицияның жағына шығып, қылмыстарын жасырып отырды. Блейдке қарсы ФБР мен полиция қызметкерлеріне тұтқындауға бұйрық береді. Блейдті құтқара отырып, Абрахам Уэслер өзін өзі жою жүйесін іске қосып, өзімен бірге бірнеше арнайы күштерді өлтіреді. Блейд полицияның қолына түсіп, тергеуге алынады. Осы уақытта Эрикті өздерін түнгі сталкер деп атайтын вампир аңшылары босатады. Олардың жетекшілері Ганнибал Кинг. Сөйтіп вампирлер тобы Дрейк немесе Дракула вампирін тауып, өзін оятылған қуатты вампир жетекшісі Даника Талос ғимаратта жасырын ұстап отырады. Қала ортасында Дракуланың еркіндікті аңсап жүргенін Блейд біліп қояды. Дрейк өзінің жеңіс кілтін Блейдке ұстатып, өзінің өлтіре алатын жалғыз қаруды атап береді. Блейдтің бұдан кейінгі жоспарында таңғы жұлдыз атты биологиялық қару туралы біледі. Бұл қару жердегі барлық вампирлерді жойып жібереді. Блейд пен Эбигейл Дрейктің базасын анықтап, команданың барлық мүшелерін өлтіреді. Ұзаққа созылған шайқаста Блейд Дрейкті таңғы жұлдыз вирусы бар контейнермен жаралайды. Вампирлердің ата-бабасының денесінде вирус қанмен араласып, нәтижесінде жараланған Дрейк таңғы жұлдыз соққан қан саушылары ауаға қалықтап кетеді. Ең соңғылардың бірі Ганнибал Кингпен жекпе-жекте қолға түскен Даника Талос. Көтерілген күннің жарығы вампирдің денелерін күйдіреді. Келген ФБР агенттері күн сәулесіне өртенген вампирлер мен күлден басқа ештеңе таппайды. Фильмнің соңында Дрейктің вирустың әсерінен қайтыс болғаны, немесе олардың нәсілінің болашағы жақсы жақта екендігіне толық сенімді бола отырып, қайтадан күту күйіне түскені белгісіз. Соңғы сахналық рөлде Блейд жай ғана мотоциклмен қалаға жол тартады. Шамасы вампирлердің әлі де барын сезген болар. (2019 жылы Сан-Диего Комик-конда басты рөлде Махершала Әлидің қатысуымен Эрик Брукс Блейд туралы жеке жоба жарияланды. Оскар және Алтын глобус сыйлықтарының, сонымен қатар актерлар экраны гильдиясының лауреаты Махершала Әли
Marvel студиясының жаңа жобасында осы рөлде ойнау ұсынысымен шақырды. To Mahershala Ali. Кевин Файгидің айтуы бойынша Blade жобасы 4-ші фазаға енбейді. Шамасы фильмді 2023 жылы немесе 2024 жылы көріп қалармыз. Пандемия тоқтамаса 1-2 жылға ұзаруы мүмкін. Алдағы жылдары New Line Cinema және Warner Bros. Ұсынған түпнұсқа франшизасының оқиғаларын елемей, қайтып іске қосылады. Еске салайық, кейіпкердің құқықтары Marvel-ге 2013 жылдың мамырында оралды. Содан кейін жоба сценарийін әзірлеу басталып кеткен. 2015 жылы Wesley Snipes Marvel Studios компаниясының өзінің рөліне қайта оралу мүмкіндігі туралы талқылады. 2016 жылдың қазан айында бөгде әлем франшизасының жұлдызы Кейт Бекинсейл Blade фильміне командалық жұмыс жасауды қолға алды. Бірақ Marvel Studios'ның кейіпкерді өзінің кино әлеміне қосу туралы шешімінен бас тартты. Танос кек алушыларға тойтарыс беруге дайындалып жатқанда, жоспарының қансорғыштарға бола құртқысы келмеген шығар. Алға қарай дамып келе жатқан киностудио Эрик секілді жүрек жұтқан батырлардан қажет екенін түсінді. Файги сұхбатында Блейдтің Marvel кино әлеміне қосатын болды. 2018 жылы Wesley Snipes рөлге оралуға қызығушылық танытса да, әлі кейіпкерді жарияланған қайта жүктеуде ойнайтын болып шешілді. Осы бастан ойлай берейік, Marvel кино әлемінде қансорғыштар енді бар. Marvel Entertainment және Madhouse Studios бірлесіп жасаған 4 бөліктен тұратын аниме жарық көрді. Темір адам, жыртқыш, айрықша адамдар және Blade. Ғажайып әсер қалдыратын Blade туралы аниме 12 бөлімнен тұрады. Сценарийді марқұм Кенжи Фукасакенің ұлы Кента Фукасаке жазған. Аниме 2011 жылдың 1 шілдесі мен 16 қыркүйек аралығында Жапонияда анимацияда өтті. Сюжетте соңғы уақытта оғаш және қатыгез кісі өлтіру орын алған Йокохамада Блейд және Макото мен оның досы Нао Ван Тейсикмен бірге Диакон Фросттың ізімен жүреді. Ол өз кезегінде алдамшы жоспар құруға кіріседі. Істің соңына жету үшін Блейд неше түрлі қансорғыштармен күресуге дайын.